Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум қазақстандықтар. Құрметті қазақстандықтар, менің атым Амар Барсбек болады. Мен сіздерді барлықтарыңызды 22 күні болатын шеруге, бейбіт шеруге шақырамын. Біз мына Қазақстанда, мына түбегейлі мына жүйені өзгертпейінше, біз ешқашан біздің Қазақстанымызда бейбіт өмір болмайды, және біз бақытты өмір сүре алмаймыз. Біздің Қазақстанымыз сондай бай жер, бірақ бәрі басқалар қолданып кетіп жатыр. Біз егер қазағымыз құл болмасын екен десек, жеріміз елге көрінген адамға полигон болмасын десек, біз бәріміз 22 күні бәріміз орнымыздан тұрып, бәріміз митингке, бейбіт шеруге шығуымыз керек, құрметті қазақстандықтар. Біз мына сүйікті пайғамбардың бір хадисінде айтады: егер сен дейді біреуге өзің жақсы болғың келсе дейді, елге де жақсылықты қала дейді. Сондықтан мен құрметті жандар, мен сіздерге соны қалап отырмын, құрметті қазақстандықтар. Ұйықтамайық, тұрыңдар, оянайық. Тағы бір хадисінде айтады: күрестің ең үлкені дейді, залым патшаға шындықты бетіне айту дейді. Құрметті қазақстандықтар, біз шындық айтқаннан ұялмауымыз керек, қорықпауымыз керек, құрметті қазақстандықтар. Біз біреуге біз ешқашан бөлікші емеспіз. Біз тек халқымыздың, еліміздің, жеріміздің бейбіт өмір сүргенін қалаймыз, құрметті қазақстандықтар. Мына осы Назарбаев кеттім деген бір сөзіне бола Бекболат Тілеухановтардың бәрі жылады. Ал біз Нұрхажиевті, Алтынбек Сәрсенбаевтарды өлтірген кезде біз жыладық па? Жылаған жоқпыз ешқайсымыз. Мұхтар Жакишевті түрмеде жапқан кезде біз қайғырдық па? Қайғырған жоқпыз. Мұхтар Жакишевті 10 жылға түрмеге жабаттаған, бірақ 11 жыл болды отырғанда. Біз ешқашан біреуміз барып соған айттық па? Айтқан жоқпыз, құрметті қазақстандықтар. Бәріміз бірігіп бір ауыздан болатын болсақ, біз Қазақстанда, біз халық, бұл Қазақстанның жүйесін өзгертпесек, ешкім бізге өзгертіп бермейді. Қазақтың қамын қазақстандықтар ғана ойлайды, Қазақстанның халқының қамын. Сондықтан мен, құрметті қазақстандықтар, сіздерге айтатыным, осы Армениядан, Қырғызстаннан әкеліп жатқан мәселелер үшін бола көтерілді жігіттер. Сонда бір дүниесі не бола, өзінің жеке дүниесіне бола көтеріліп жатсыздар. Ол рас, көтерілсін, әркім өз дүниесі өзіне қымбат қой, қорғау керек, рас. Бірақ біз егер мына жүйені өзгертпейтін болсақ, бізде бұл ешқашан мәселені жүргізбейді сіздерге. Осыдан Армениядан алып келгенде біз армяндардан, болмаса қырғыздардан қай жеріміз кем? Өзіміз де сондай мәселені мінуімізге тура келеді ғой. Біз де өзіміз айтып келе аламыз ғой соны, құрметті қазақстандықтар. Армения мен Қырғызстан мәселесін жүргізеді деп сіздер ойламаңыздар. Азар болса бір айға, бір жылға, болмаса бір рассрочка беріп қояр, соған мәз болып жүреміз. Мына ата-аналар пособияға добиваться етіп жүргендер, шығып жатсыздар, рас, шығыңыздар, рахмет. Бірақ біз мына жүйені өзгертпейтін болсақ, 6 ай төледі, 6 айдан кейін бәрі қалды. 6 айдан кейін қайтадан документ жинап жатыр. Кімде қанша бала бар екенін документ жинамай-ақ біледі жүр үкімет. Құрметті қазақстандықтар, біз тарам-тарам болып бөлінбей, бәріміз бір ауыздан шығуымыз керек. Егер біз пособия алғымыз келсе, жақсы мәшине мінгіміз келсе, жақсы өмір сүргіміз келсе, бала шағамыз аман болып, жеріміз тыныш болғымыз келсе, біз не істеуіміз керек? Біз бәріміз бірігуіміз керек, мына жүйені өзгертуіміз керек. Мына жүйені өзгертпей, бізде ешқашан ештеңе болмайды, құрметті қазақстандықтар. Сондықтан мен барлықтарын айтамын: полицейскияларға, КМБшниктарға, СОБРға, военныйларға, мұғалімдерге, бүкіл қазақстандықтарды шақырамын, құрметті қазақстандықтар. Біз бір ауыздан болуымыз керек. Бір көп адам айтып жатыр: менің әйелім қарсы, анау қарсы, әке-шешем қарсы деп. Құрметті қазақстандықтар, сендердің әйелдерің қазақ, сендердің әке-шешелерің қазақ. Егер сендердің әйелдерің неміс, болмаса бір француженка болатын болса, не бір итальянка болатын болса, олар өздері айтар еді: неғып жатсыңдар сендер, шығыңдар деп айтар еді. Олар қазақ, оларға ренжімеңіздер, оларға түсіндіріңіздер. Бүкіл қазақ бір-бірімізге түсіндірейік, құрметті қазақстандықтар. Қазақстанның қамын қазақстандықтар ойламаса, ешкім ойламайды. Мына Қытайда қазір қарап тұрсаңыздар, Қытайда ауру шығып жатыр. Қытай бізді, Қазақстанды басынды. Біз бәріміз тырысуымыз керек бұл Қазақстаннан Қытайды шығаруымызға және шекараны жабуымызға. Біз талап етуіміз керек өкіметтен. Бұл билікті біз өзгертуіміз керек, түбегейлі өзгертуіміз керек, құрметті қазақстандықтар. Біз өзіміздің халқымыз, еліміз, бала шағамыз ауру болмасын десек, мына Қазақстанға келіп жатқан, Қазақстанға келіп алған Қытайларды Қазақстаннан шығаруымыз керек, және шекараны жабуымыз керек. Құрметті қазақстандықтар, біз ойламасақ, бізге біреу егемендігімізді алып бермейді. Біз егемендік алуымызға тырысуымыз керек. Біз күштіміз. Бүкіл халықтың қолында билік. Халық бір болатын болсақ, бәріміз бұл жүйені өзгерте аламыз, құрметті қазақстандықтар. Тыңдағандарыңызға рахмет. 22 күні бейбіт шеруге бәрі таныс шығуына шақырамын. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстан.